Так, ё-моё, тез ана газ кіріп келеді. Маған так, тезірек маған сұрау керек. Ана мен бір байқағаным, ананың көзі тек қимылдамайды, тек бір орнына қатып қалған. Так, мен төбеде тұрсам, мені көре алмайды деп ойлаймын. Және де қазір ол төбе, мына келіп, ар жаққа қарағанда мен секіріп жүгіріп бір бөлмеге кіріп кетем. Так, болып қазір кірсін енді анау. Бірақ кірмейтінді шар, білмеймін әйтеуір. Ё-моё, кірді, демінші зат. Жүгір, қаш. Ё-моё, неға кір. Ё-моё, так. Қайда кірем. Мына жерден талатын жер жоқ. Так, ана көз қолап кіреді. Мынау ашылам. О, ашылды. Сыңды. Так, жабып қалу керек. Болды. Анау енді мен кіре алмайды деп ойлаймын. Мәссаған. Мынау кім ол тағы да? Так. Қазір болса барынша мына жерге отырып тығылып қалам. Іштерін бәрін ашып көру керек. Немене, не зат тағы да? Так, письмо. Не письмо тағы да өзі. Шашат жерді осы письмолардың бәрі мен уже. Так, кешіріңдер. Мен бүкіл әлем үшін өзімнің жалғыз баламды өлтіре алмадым. Оны өлтіруден бір ғана жолы бар. Ол, так, бізде келесі бет бар ма екен? Бар екен. Оған менің денемді көрсету. Сонда ол қатып тұрып қалады. Сол кезде қашып кету. Бұл ең жалғыз тәсіл. Бұл тәсілден басқа оған ештеңе әсер етпейді. Так, басқа бетінде жоқ па? Мәссаған, басқа бетінде ешнәрсе жоқ екен мына беттерінде. Тек осы екі бетінде ғана жазу жазып кетіпті. Сонда мен қазір оны алдап осы жаққа келіп, оның әкесі ма сонда? Доктор сыртында, басты доктордың кабинеті деп жазылып тұрған. Ема сонда бұл осы доктор мынаның баласы болып тұр ғой. Өлтірсең қайтеді, бірақ түсінуге болады. Любой адам өзінің туған баласын өлтіре алмайды ғой. Так, анау мені іздеп жүрген болуы мүмкін, гарантия. Онда маған қашып, оны көрсетіп сосын қашып кетуім керек, а то мен қаша алмайтын сияқтымын. Бірақ мынау өте үлкен 3-ші этаж бар. Мен ол 3-ші этажға шығып көрген жоқпын. Мәссаған, қалай істесем болады екен. Так, мен қазір мынаны ішіне салып кете салайын. Қолым меч алайын да, өзім мечімді. Сонымен қазір сындыратын болам. Так, мынаны есігін бүйтіп ашайық, шұқылап. Или сындыра салайықшы мешпен артымен ұрып. Нә саған? Ё-моё, сындырамай атыр мына мешпен ше. Так, қолыма алып ала салайықшы, сосын кейін ала саламыз оны. Қолымен сындырамыз. Нә саған? Так, сындырдым. Так. Анау құлағы, по-моему, қатты естімейді ау деймін, жай жүру керек. Так, секіріп қойық. Мәссаған. Неға кіріп кетейік. Или жоқ, осы 3-ші этажға барайықшы. Анау. Так, жүрім. Так, бас. Бәрібір. Кеттік. Бассай. Опана. Так, кеттік. Опана. Так. Ё-моё, басқа жерден тап болдық. Шүгір, бұл жерде емес деп ойлаймын, менің ойымша. Егер бұл жерде болса білмеймін. Так, мына туалет па? Ё-моё! Ебам, о, немене бәле? Туалеттің ішіне кіресіп тұрып өлтірген ма, немене өле? Дым жоқ. Ештеңке жоқ мыналардың ішінде. Маған қол жуатын ашын. Так. Не, руым дейді. Сындырамыз. Сындырамайын, бағанадан кейін әлім өшіп қалды, менің әлім жоқ. Так, барынша өлқам үшін күрес, бірақ опа, мынау да ашылмайды, ё-моё, немене бәле, барлық жағы ашылмайды жер. Мына 3-ші этажда маған түк пайдалы ешнәрсе жоқ. Демек мен ана маньякты апаруым керек болып тұр. Мәссаған, тез барып келейін енді мен. Так, ё-моё, барайық. Тезеп тұр анау. Так, жай барайық. Ананың құлағы қатты естілмейді, сондықтан жай барайық, ауымыз.
Так, менде әлі камера қосылып тұр. Достар, в общем, анау маньяк әкесінің қолын бүйтіп көтеріп тұрған көріп мен құшақтайды деп тұрмасын, өлбелі қолын көтеріп тұр ол да. Так, біз қашып кетуіміз керек тезірек. Ё-майо, есікті сындырып болсын қашамыз тезірек. Енді бұл жаққа қайттан емес. Ыпына. Ё-майо. Так. Так. Мен қай жерден шыға аламын өзі. Кешір адам. Ё-майо, мен қашып кетуім керек. Да, енді мен бұл жаққа ешқашан да келмеспін. Ё-майо. Так, осымен видеоны аяқтаймын. Осымен енді адамдарға көрсететін боламын. Бұл мына ауруханаға енді ешқашан келмесін деп. Түрі де қорқынышты. Мәссаған. Так, болды, осымен видеоны мен аяқтайын. Так, камераны өшірейін енді. Ал достар, егер видео ұнаса, лайк басып, подписываться етіп мені қолдап кетулеріңізді сұраймын. Бұндай қорқынышты әрі қызық сериал түсіру оңай болмады. Яғни айтқанда бұлардың барлығын постройгісін салу керек деген сияқты ұзақ уақыт алады. Егер видео ұнаса, мені қолдап кетіңіздер. Алдағы уақытта бұндай керемет әрі қорқынышты сериалдар көп шығатын болады. Ал барлығыңызға давайте.